О мәңгі жарық, ұлы қасиетті, қымбат домалақ ғалам, ең биік күш жарық аспан. Қабылдау көр әр ойымды, әр ісімді, әр сөзімді, жүрегім тазалығын, жаным жарығын, әр сен кезінде, әр сен уақытында. Тәубә, шүкір, рахмет, аумин. Қазақ сүйегім, бірінші атам, тілге жеткен, өз-өзін қазақ деп ұлттың атымен атаған, 30%-ға жаман болған. Бірақ Құдайдың астында Құдай бар деп ойламай, жоқ бар деп ойламай, тілге жеткен бірінші сенсің. Қазақ сүйек атам, сүйек берген атам. Білмеймін, неме дейтін алар? Түрк, мөрк, араб тілі, түрк тілі дей ма, тағы да неме дейді, ағылшын әліппесін дей ма, қуалайды да. Сақ, өз-өзін ұлт деп санаған, сақ атам, жүрек берген, жүрегім, анамның сүйегі. Жерді тапқан, сақ деп қазақтарды атаған, 30%-ға кірленген, Құдай бар, жоқ деп ойламаған, бірақ Құдайдың астында атпен жүріп, аттың үстінде өмір сүрген сақ атам. Қазақтың жері ғой, Құдай берген. Құдайдан ұлт та, ұлттың тілі де, әліппесі де, қазақтың жері де, бәрі қала да Құдайдан тарайды. Өскемен деген аттық, Өскемен қала. Жермен енді Құдай білген, солай енді. Бірақ енді келтіріп солай істеген ғой енді. Құдайдың көмегімен. Білмеймін енді. Қалай тура ма, тура емес па, бірақ Астана Ақмола болу керек. Басында солай болды ғой, Ақмола деп. Мен сөйтіп ойлаймын. Менің түйсік адам баласы ретінде әкем Амангелді, анашым Бақытгүл. Әкешім Амангелді. Құдай берген мәңгі жаным бар, 17%-ға жаман. Не қыл деп тұрсың, Құдай?